Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Зәнен ешкілерінің өмір сүру ұзақтығы мен көбеюі. Зәнен ешкілері 1-2 айдан кейін көбеюге дайын. Буаз ешкі жүкті шығарудан 1 ай бұрын сауылмайды. Ешкі босануды көмексіз шешеді. Босанғаннан кейін ешкі тез қалпына келеді. 2-3 аптадан кейін ол қайтадан көбеюге дайын болады. Осылайша 1 жыл ішінде ешкі 2 рет ұрпақ бере алады. Зәнен ешкілері көктемнің соңында туылуы тиіс. Жас шөпке қол жеткізе алатын ешкілер тез қалпына келеді. Лақтар 4 айға дейін анасының жанында қалуы тиіс. Ешкі 12-15 жыл өмір сүреді. Зәнен ешкілері көп сүт береді. Олардың еті жоғары сапалы, сүті аллергия тудырмайды. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.